Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін бізде 102-ші сабақ жыл бойы өткенді қайталау. Бұл сабақта біз жыл бойы өткен сабақтарымызды, тақырыптарымызды не үйрендік, соны осы тест арқылы тексеріп көретін боламыз. Бірінші сұрақ: өмірде болған адам туралы айтылатын шығарманың түрін белгіле. 5 жауап берілген: аңыз, ертегі, жұмбақ, шешендік сөз, мысал. Әрине, бұл бірінші нұсқа аңыз. Екінші сұрақ: қанжар менен қармасып, семсер менен серместі, сөйтіп ойын ойнасты деген жолдары бар жыр қалай аталады? Төрттілік жырлары, наурыз жыры, батырлар жыры, бесік жыры, тұрмыс жырлары. Бұл әрине батырлар жыры. Үшінші сұрақ: тәуелсіздік мерекесіне қажетті шығармаларды таңда. 5 нұсқа берілген. Осының ішінде екінші нұсқа Шәкәрім Құдайбердіұлы «Бостандық таң» атты және де Жақыпбаевтың «Бейбітшілік болса» деген шығармалары тәуелсіздік мерекесіне арналған шығармалар. Төртінші сұрақ: Қарлығаш әулие атанған кім? Төле би, Қазыбек би, Әйтеке би, Әнет баба, Сырым шешен. Бұл әрине бірінші нұсқа Төле би. Бесінші сұрақ: Төле бидің нақыл сөзін аяқта. Халқыңа адал бол, жауыңа қатал бол, досыңа адал бол. Әрине, бұл бесінші нұсқа. Алтыншы сұрақ: осы жұмыс ырғағы, білезікпен алқаны, сақинаны, сырғаны, күміс сымнан тартады деп келетін өлең жолдарында қандай өнер туралы айтылған? Бұл үшінші нұсқа зергерлік өнері туралы айтылған. Жетінші сұрақ: көп нүктенің орнына тиісті сөз тіркесін қой. Көңіліміздің күйін сөз арқылы жақсылап айта білсек, сол сөз өнері болады. Ахмет Байтұрсынұлы. Бұл екінші нұсқа сөз өнері. Сегізінші сұрақ: маса, қырық мысал, тіл, құрал еңбектерін жазған кім? Бұл төртінші нұсқа. Бұл еңбектердің авторы Ахмет Байтұрсынұлы. Тоғызыншы сұрақ: қазақтың ұлы ақыны, аудармашы, жалпы саны 45 қара сөзі бар деген жолдар кімге қатысты айтылған? Бұл әрине екінші нұсқа Абай Құнанбаевқа қатысты айтылған. Оныншы сұрақ: ақын, аудармашы, драматург, құлагер шығармасын жазған деген жолдар кімге қатысты? Бұл екінші нұсқа Ілияс Жансүгіровке қатысты айтылған. 11-ші сұрақ: талап, еңбек, терең ой, қанағат, рахым. Осы сөздер қай шығарманы есіңе түсіреді? Бұл бірінші нұсқа Абай Құнанбаев «Ғылымға көңіл бөлсеңіз» деген шығарманы еске түсіреді. 12-ші сұрақ: бір сөзбен айтсам, өзін жазатын жазушымын. Мінез құлық жағынан қожа өзге емес, өзіме ұқсайды. Кім туралы? Бұл төртінші нұсқа Бердібек Соқпақбаев жайында айтылған. 13-ші сұрақ: кішіпейіл болу туралы қай мақалда айтылған? Бұл бесінші нұсқа адамдықтың белгісі иіліп сәлем бергені деген мақалда айтылған. 14-ші сұрақ: батырлық, қаһармандық, ерлік істер мадақталатын халық шығармасын ата. Бұл төртінші нұсқа батырлар жыры. Батырлар жырында батырлық, қаһармандық, ерлік істер мадақталады. 15-ші сұрақ: көбіне құрметті ақсақалдар, атақты адамдар айтатын тілек білдірудің ұлттық дәстүрі қалай аталады? Бұл бесінші нұсқа бата. Батаны құрметті ақсақалдар, атақты адамдар береді. 16-шы сұрақ: ұйқасы осы сызбаға құрылған өлең жолдарын тап. Бұл төртінші нұсқа ерлік бенен жыр егіз, оны жастан білеміз, біз тоқтардың есімін ту ғып ұстап жүреміз. Осы төртінші нұсқадағы өлең жолдары сызбаға сәйкес келеді. 17-ші сұрақ: ертегіні белгіле. Бұл жерде
алтын мүйізді киік, яғни бірінші нұсқа ертегі болып табылады. Қалғандары яғни мысалдар мен шығарма әңгімелер. 18-ші сұрақ. Сарғылт тартып жапырақ, алма піскен албырап, шөптер қурап қалған. Бұл жерде қай жыл мезгілі суреттелген? Үшінші нұсқа күз мезгілі суреттелген. 19-ші сұрақ. Айтсын, жақсылығы бірге болсын, қандай мерекеде айтылады? Бұл әрине екінші нұсқа. Айт күндерінде осы тілектер айтылады. 20-ші сұрақ. Мөлдір, тұнық, ағады, ішеді, тазалайды. Нені сипаттайтын сөздер? Бұл әрине үшінші нұсқа. Суды сипаттайтын сөздер. Балалар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Бұл сабақ сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Егер де сіздерге видео ұнаған болса, міндетті түрде осы каналға тіркеліп, видеоға лайк басып қойды ұмытпаңыздар. Сол кезде келесі шығатын сабақтарды бірінші болып көретін боласыздар. Назарларыңызға рахмет. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін де рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.